Енді бір оқиға болып тұр, соны айтып берейін сіздерге. Мен енді көлік істеген екен, көптеген адамдармен араласамын ғой. Бұл жерде жағдай мықтылар да бар, жағдай айналып кеткендер де бар, жағдай орташа да бар, енді жағдай жоқ болып жаяу жүргендер енді көлік әкелмейді ғой, само собой түсінікті ғой. Бір ЧП болды, яғни бір оқиға, бір жас бала өз-өзін бензин құйып басқа бір кісінің машинасында өзін өртеп жіберген ғой. Енді нақтылап айтпақ қойын, қай жерде не, қай салон деген сияқты. Көлігін бір әпше інісіне машина алып береді енді, көлік қарызға, кредит қой енді, кредит қарыз береді банктен. Сөйтіп інісі таксовать етеді, не істейді, сөйтіп енді ана көліктің ай сайын ақшасын төлей алмайды, қиналады да енді. Сөйтіп әпкем салонға өткізеді көлікті қайтадан сатуға да, кредитін төлемейміз, бүйтпейміз деген сияқты. Сөйтіп сатуға өткізсе, салондағы бір жігіт айдап өз-өзін өлтіріп жіберген ғой енді, машинаны өртеп. Машинада түк қалмаған. Әпшем бүйтіп қарап тұрсаң, кредиті бар, көлікте қалмады да, көлігі жоқ, көлігі өртеніп кетті. Жаңағы өз-өзін өлтіріп жіберген жігіт бойдақ жігіт қой, жас жігіттер ойын ойнайды достар, ойын ойнайды, есірткі, қазір синтетика деген нәрселер көп. Байқасаңыздар, қазір именно сол басты айналдырғыш заттармен министерство внутренних дел, яғни өзіміздің полиция қызметкерлері сондай нәрсемен жұмыс істеп жатыр. Наркотикалық бағанағы есірткі заттарды ғой енді ұстап жатыр да, соны таратқыштарды да, сатқыштарды да, лабораторияларды да ұстап жатыр достар. Достар, ол мен бір жігіттерді танимын да енді, фамилия атын айтпақ қойын. Сондай кальяннан басталған. Кальян шегеді, бүйтеді, ойнайды. Кальяндарды қазір запрет қылып тастады, электронный темекілерді запрет қылып тастады. Не себептен запрет қылып тастады? Себебі біреу осындай нәрсеге алып келеді. Ойын құмарларды да жауып тастады көптеген жерде, бірақ ойын құмар онлайндар қалды. Онлайн дәрежедегі нелер қалды. Оның онлайнның бәрін жаба алмайды ғой. Жапқан жабады, жабылмаған қалады. Енді бұл жерде 3 миллионнан бастайды құртып ақшаны, 300 миллионға дейін құртып тастағанын білмей қаласың. Рахмет. Бастағанда кішкенеден бастайды, қарыздан. Ананы алдайды, мынаны алдайды, анадан ақша алады, мынадан ақша алады, анадан алады, ақша көтеремін деп ойлайды достар. Лугаман деген нәрсе бұл өте қиын нәрсе. Негізі бұндай нәрсені мен қозғай бермеймін ғой, бірақ маған өтініп сұрап жатыр да көптеген адам. WhatsApp-қа жіберіп жатыр. WhatsApp группада өзі мың адам отыр, мысалы 1000 WhatsApp-та. Десеге сізге жастар көп келеді, сізді жастар көп көреді, актуальный тема сіздікі, сізді әрдайым видеоларыңызды бақылап қарап отырады жастар. Жаңағы сәл айтып қойсаңызшы дейді, қызықпасын, ұрынбасын деп. Мен көп отбасыны білем. Харам жақпен, жеңіл жақпен ақша табамын деп айырылып кеткен көп отбасыны білем. Көп отбасыны білем жесір қалған. Не себептен? Асылып қалғандар да. Сол себептен айтамын ғой. Асылып үлгересің, жұмыс істе, тірлік істе. Мынау ойын құмар, есірткі дегеннен шығамай қалады көбісі. Оның түбі немесе сен асыласың, немесе бағанадан өзіңді өртейсің, немесе түрмеге, түзеу мекемеге түсіп сені тәрбиелейді. Ой, не деген бай кісілерді көрдім. Аллах тағала бір сәтте түксіз қалдырған, бір сәт, бір күнде түксіз қалдырған адамдарды көргенмін достар. Қамалып кеткен. Ештеңкесі қамаған деген ол конфискация имущества деген бар заңда. Яғни сенің мүлкіңнің бәрін тәркілейді. Сен оны анаған жазасың ба, ана қатығасың ба, мына қатығасың ба, өкіметке қызық емес, тауып алады. Сөйтеді бәрін тәркілейді. Сот арқылы дәлелденеді оның бәрі. Сен қақа өткіздің, кімге жазып жүрдің. Сол себептен айтамын ғой достар, осындай оқиға болып тұр, өз-өзін өртеп жіберген, жап-жас бала, үйленбеген. Үйленгендерді де білем, ажырасып кеткендерді. Сол бәрі кальяннан, мәляннан басталады достар. Таксовать етсең де, курьер болып істесең де, күніне 10 000 теңге таптың ба? Альхамдулилля, Аллаға шүкір. Наның бар, қара сумен наның бар, 10 000 теңге күніне тапсаң. Темірде де жігіттер жұмыс істеп отыр көрінеді. Саған Аллах тағала 40 жыл жазды ма, 30 жыл жазды ма өміріңді, адам болып өмір сүрген, ол нұр үстіне нұр да. Саған Аллах тағала 30 жыл берді дейді. Сен оның 10 жылын түрмеде өткізсең, 10 жылын сол достарыңмен деп миың ашып жүрсе, 10 жыл мектеп бітірсең, оқып сондай. Соған кетті дейік.
Сонда не қалды өміріңде? Түк қалған жоқ. Асылдың, өлдің, кеттің. 10 мың теңге тапсаң да мақұл бойдақ болып жүре берші, үйленбей ақ та қойшы. Зато тірі жүрсің да, зато өмір көріп жатсың. Зато ертең сұрауың да аз болады. Міне таксиде де жігіттер жүр емгірам. Ешкімге жалпы етпейді. Күніне 14 мың теңге төлейді. Айдап жүр. Ертең сен анандай жеңіл жолмен байың деп проблеманы Аллах тағала саған үйіп-түйіп берген кезде таксиің айналайын болып қалады оның қасында. Ол кісілер ол жерге сен кіргеннен кейін бағанағы есірткі болсын, басқа нәрсе болсын, жеңіл жаққа кіргеннен кейін, жеңіл жолға сені шайтан байлайды. Шайтан байлағаннан кейін сенде тәкаппарлық басталады. Сенде тәкаппарлық басталғаннан кейін сен жоғарыдан қарай бастайсың. Түкіре бастайсың. Сол қолмен амандаса бастайсың. Бірақ бір күннің ішінде Аллах тағала сен сабаңа келтіріп қояды. Бір-ақ күннің ішінде. Бір күн. Бір-ақ күн. Бір сағат даже. Сол себептен достар, адал еңбектің наны тәтті дейді. Еңбек етсең ерінбей, тояда қарың тіленбей. Мен тек нексе айдап жүрмін. Басқалар 200 айдап жатыр, эскалайт айдап жатыр деп қызықпа. Сен сияқты мен де нексе айдап жүрмін 20 жыл. Сен сияқты мен де еңбек етіп жатырмын. Сен сияқты мен де отбасы болдым. Сен сияқты мен де бала шаға өсіріп жатырмын. Сен сияқты мен де контенттер түсіріп жатырмын. Сен сияқты мен де сауап істер істеп жатырмын Алланың жолында. Сен сияқты мен де басқаларды ескеріп жатырмын. Бүйтпеңдер, сөйтпеңдер. Сен сияқты маған да полицейскийлер тиісіп жатыр. Сен сияқты мен де ауырып жатырмын. Сен сияқты мен де жүрмін білім іздеп. Сен сияқты мен де өмір сүргім келмей кетеді. Бірақ не? Шүкір де көріппіз. Деніміз сау, отбасымыз жанымызда. Аллаға шүкір де көріппіз достар. Особенно жастар, міне сіздерге мотивация. Мен 2007-те алғам, 20 жыл мініп жүрмін, жылаған жоқпын осы уақытқа дейін. Мен тек нексе мінемін деп. Біреулер тәкаппарланып менсінбеуі де мүмкін. Қытайский машина мінбеймін деуі мүмкін. Жоқ достар, Аллах тағала бір-ақ секундта сабағыңа түсіреді. Раббым осыған түзу жол бер деп дұға қыламын да кете беремін. Никогда жүрегіңде дүние басса, достар, шыға алмайсың. Тастай алмайсың. Не себептен? Сол ақшадан айырылады, дүниеден айырылады. Содан кейін барып асылады. Не үшін? Ол бәрін бір күнде айырылып қалғаннан кейін көтере алмайды да, асылып қалады. Жүрегіңе дүние баспағаннан кейін ол сен бір күнде өртеніп кете ма, 2 күнде өртеніп кете ма бүкіл дүниең, ол уже сен ары қарай өмір сүре бересің. Бар, мен көргем сондай. Дүниелер өртеніп кетеді, бизнестер өртеніп кетеді. Ертесіне естисің, қайтыс болыпты. Неге десең, сарайға кіріп асылып қалыпты дейді. Сол себептен достар, байлардың да проблемасы бар, кедейдің де проблемасы бар. Егер бізге, қазір мысалы менде 600 люксім болса, магазинім болса, ақша түсіп тұрған, 3 қатыным болса, менде ешқандай проблема болмаса, өмірдің мәні болмайды да. Өмір мәнін жоғалтады. Мен уже есірткіге кетемін, ойынға кетемін, білгенімді істеймін да, көрдің ба? Потому что өмірдің мәні қалмайды. И одан да шаршайын да, мен сөйтіп өлем, ДТП-ға түсіп өлем. Неге? Басам да, қымбат машиналар алып басам, айдайын, сөйтіп өлем, соғысып. Ал енді қазір біз қандаймыз? Кредитіміз бар. Күнделікті 10-15 мың түсіп жатыр күніне. Кредит төлеу керек, ананы төлеу керек, бала шаға аяқ киім дейді, нан дейді. 3-4 бала шағаң бар. Біреу ауырады, өзің ауырасың, сонымен жүгіріп жүресің. Өмірдің мәні осы, өмірдің қызығы осы. Сенде ешқандай проблема болмаса өмірде, онда бұл өмір қызық болмайды, естеріңізде болсын. Сол себептен Аллах тағала айтады, сендерге сынақ бердім дейді. Сынақ болмаса бұл өмірдің мәні болмайды дейді. Еш уақытта айтпаған екен, неге мен 15 мың теңге табам, неге анау көршінің баласы 150 мың табады күніне деп. Аллах кімге қандай несібе берді, сол несібесімен табады. 15 мың теңге таптырып, қауындарымызды аламыз. Гриліңді аласың, лавашыңды аласың, бағана 500 теңге гүлай сайларын ішесің, махитоны ішесің. Өмірдің мәні сол. Тағыр ақша жинайсың, бала шаға киім аласың, қаныс тауар аласың, сабаққа киімдерін аласың. Егер ол нәрселер болмаса, өмірдің мәні болмайды, қызық болмайды. Сенде бүкіл ақшаң бар, водителің бар, 4 қатының бар, өмірдің мәні болмай қалады. Сен уже басқа нәрселерге кете бастайсың, басқа елге қыдырасың, басқа нені істей бастайсың. Ал енді сен басқа елге қыдырып барып келдің, тревелмен, қарызың бар 700 мың, бір барып келгенге, демалып келгенге, сол қарыз төлейсің, міне өмірдің мәні, қызығы. Сөйтіп соны төлеп, соны есіңе алып жүресің барып келгенде. Ладно, көтің ашылмаса болды да, сол құртқан ақшаң стоит болса болды да, сол кеткен ақшаң.
Ескі машина аласың, шұқылайсың, ремонттайсың, жүресің. Ол да сол өмірдің мәні, қызығы. Маған не деген байлар келеді. Мен сіздерге фамилия атын айтпай ақ қояйын. Қызығы жоқ та ол кісілерге, уже өмірдің қызығы жоқ, түсінесің ба? Сөйлесіп қалған кезде. Олар уже қызық емес, уже тойып кеткен да ол кісілер ше. Не істесем екен, не қылсам екен деп жүреді ғой, короче. Мына машинаны аласың, қарызын төлеп, міне өмірдің қызығы сол. Зато сен оның кредитін төлейсің, ары бері ойын ойнамайсың. Левый нәрсе бармайсың, есірткі шекпейсің. Неге? Потому что сен көтің су қарызды. Соны төлейсің. Сол себептен жастар тез байып, тез көтерілемін деп бағанағыдай ойын ойнап, ақша көтеремін десеңдер, қателестіңдер. Рахмет. Бір қолмен ақ көтерсін. Онда сендер, достар, қателестіңдер. Ол кезде онда сіздер қателестіңіздер. Қанша жеңіл көтерілсең, сонша құлауыңды ойла дейді. Аллах тағала жоқ деп, Аллахқа сенбей, білгенімді істеймін, күнәмді істей беремін, харам нәрсемді істей беремін десең, тозақта қанша шыдаймын десең, дейді, сонша күнә істе дейді. Істе. Сенбесең, мен бір кісіні танимын да, не деген бай кісі болған, өзім ағам да. Содан сұраймын ғой, не қылды, братан, қалай түсіп қалдыңыз бұндай жағдайға деймін ғой енді. Түрмеге де отырып келді. Айтады ғой, өмір бақи дейді да, қалтамда тиын болады деп ойладым дейді. Потому что ол сондай сумма ақшалармен жүрді да кезінде ше. Өмір бақи қалтамда тиын болады деп ойлап душады ғой. Енді не қылды десем, оказывается, оңай емес екен ғой дейді ғой. Барлық нәрсеге жауап беретін күн келеді екен ғой дейді да. Аллах тағала Құранда уәде етті ғой. Осы дүниеде де, арғы дүниеде де жауап бересіңдер деп. Сол себептен мына жастарға айтарым, кез келген нәрсенің жауабы болады. Мотористсің ба, майға түсіп жүрсің ба, шүкір де. Одан үлкен проблемалар бар да. Түрмеде отырғандар бар да, 10 жылда, 12 жылда, 25 жылда отырып кеткендер бар да. Сенің орныңда болғысы келеді солар жаным. Сол себептен шүкір деп, достар, тірлік істейміз. Açsın. Öyle yani. Basmasın.